мен 9 сынып оқушысы Манатбек және Кератбек қызы, менің жетекшім Тәжібаева Ұлбосын Жарылқасыловна. Бүгінгі менің қорғайтын тақырыбым адам экологиясын ғылыми тұрғыдан зерттей отырып экологиялық мәселелерді шешу және жолдарын көрсету болып табылады. Және де қазіргі әлемдегі экологиялық мәселелер барған сайын жаһандық құзыреттіліктерге де шашырап бара жатыр. Және де адам экологиясын ғылыми зерттеу ол адамның ортасымен өзара әрекеттесуді қарастырады. Адам экологиясы адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасты зерттейтін ғылыми пән болып табылады. Және де осы жұмыстың мақсаты адам экология саласындағы ғылыми білімдерді ескере отырып экологиялық мәселе мен оларды шешу жолдарын қарастырамыз. Және де олардың міндеттері: біріншісі, адам экологиясын ғылыми пән ретінде теориялық негіздерді зерттеу, қоршаған ортаны қорғау бойынша мемлекеттік және жергілікті деңгейлерді қолдау, және де өңірдің негізгі экологиялық мәселелерін және олардың халықтың денсаулығы мен әл-ауқатына әсерін талдау болып табылады. Және де адам экологиясы принциптеріне ескере отырып экологиялық мәселелерді шешудің кешенді шаралары мен ұсыныстарын ұсынады. Және де екіншісі, адам экологиясының теориялық негіздері. Адам экологиясы адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы зерттейтін ғылыми пән. Оның басты мақсаты табиғи және әлеуметтік ортаның әртүрлі факторларының адам денсаулығына, әл-ауқатына және дамуына қалай әсер ететінін қарастырамыз. Адам экологиясы пәнаралық сипатқа ие, биология, экология, медицина, социология, антропология және басқа да салаларды білімдерді біріктіреді. Қазақстанның экологиялық мәселелері. Мысалға, Қазақстанның ең бірінші экологиялық мәселелері ауаның ластануы, су ресурстарының ластануы, шөлейтену және жердің тозуы, және де қалдықтарды басқару мәселесі болып табылады. Экологиялық мәселелерді шешу жолдары. Қазақстанның экологиялық мәселелерді шешу үшін мемлекеттің, бизнестің және де қоғамның күш-жігерін біріктіретін кешенді және жүйелі тәсіл қажет. Қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға және елдің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған болып табылады. Мемлекеттік деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіріп, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен басқа да ластаушыларға қойылатын талаптарды қамту маңызды. Практикалық бөлім. Ол адам экологиясы дегеніміз не және ол неге маңызды? Сіздің аймағыңыздағы негізгі экологиялық мәселелер қандай? Экологиялық мәселелер адамдардың денсаулығына қалай әсер етеді? Ол біріншісі, оқушылардың көпшілігі адам экологиясы адаммен қоршаған ортаның өзара әрекеттесуін зерттейтін ғылым ретінде қарастырады. Ал екіншісі, аймақтық экологиялық мәселелер туралы сұраққа жауап бергенде көбінесе ауаның ластануы, судың ластануы, судың зақымдануы болып табылады. Және де оқушылардың көпшілік экологиялық мәселелердің адам денсаулығына теріс әсерін түсінген болады. Және оны тынысал аурулармен, ауыз мәселелерімен және азық-түлік өнімдерінің ластануымен байланыстырады. Яғни қорытындыға келетін болсақ, осы ғылыми теориялық жұмыста адам экологиясы принциптеріне негізделген ғылыми тәсілді қолданып отырып өзекті экологиялық мәселелерді шешу болып табылады. Аймақтағы экологиялық жағдайда талдау барысында ауаның, су қоймаларының, топырақтың ластануы және қалдықтарды жою мәселелері, жердің тозуы және шөлейту су сияқты бірқатар күрделі проблемалар болып келеді. Қазақстанда экологияларды шешу үшін мемлекеттің, бизнестің және де қоғамның күш-жігерін біріктіретін кешенді және жүйелі тәсіл қажет. Және де Қазақстанның экологиясын арттыру үшін кәсіпорындарды азайтып, және де зауыттарды, көліктердің аз жүрісін қамтамасыз ету керек. Назарларыңызға